Баршаңызға сәлем, сіздермен Фариза асханасы. Бүгін сіздермен көп затты қажет етпейтін, өте оңай дайындалатын шарлотка пирогын бірге жасайтын боламыз. Ең алдымен менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, осы видеоның астында подписаться деген кнопканы басып, каналға тіркеліп алыңыз. Және де жүрекше белгісін басып қоюды да ұмытпаңыз. Ең алдымен таза құрғақ ыдысымызға жұмыртқа және шым-шым тұзды салып, миксердің көмегімен араластырамыз. Жұмыртқалы массамыз осылай көпіре бастағанда үстінен аз-аздан қантымызды салып отырып, тағы да миксерлейміз. Мінекей жұмыртқалы массамыз 2 есеге ұлғайып, дәл осылай аппақ масса болып көтеріледі. Кейін дайын болған массамызға 3 ас қасық таза иісі жоқ сұйық май қосамыз. Сонан соң құрғақ заттарымызды араластырамыз. Електен өткізілген ұнға қамыр қопсытқышты салып, жақсылап араластырып аламыз. Сонан соң жаңағы массамызды маймен бір араластырып, ұнды да 2-3 бөлікке бөліп, салып отырып, лопатканың көмегімен астынан үстіне қарай дәл видеода көрсетілгендей етіп араластырамыз. Достар, егер де менің каналымның дамуына өз үлесіңізді қосқыңыз келсе, менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыз, және де жүрекше белгісін басып, өз достарыңызбен де бөлісіп қоюды ұмытпаңыз. Каналымнан бұдан да басқа көптеген пайдалы рецепттерді кіріп қарасаңыздар болады. Сіздерге түсінікті болу үшін ұн салу барысын асықпай көрсеттім. Міне қамырымыз дәл осындай қоюлықта болу керек. Біздің қамырымыз дайын болды. Енді пирог пісіретін табамызды сармайдың көмегімен жақсылап майлап аламыз. Сонан соң дайындап қойған қамырымызды салып, жақсылап тегістейміз. Сонан соң 2 дана алманы қабығынан жақсылап тазартып, дәл видеода көрсетілгендей етіп, жұқа етіп кесіп, қамырымыздың үстіне дәл осы видеода көрсетілгендей етіп жайғастырып шығамыз. Кейін 160 градус қызып тұрған пеште 30-35 минутта пісіріп аламыз. Мінеке, көріп тұрғандарыңыздай пирогымыз өте әдем болып пісіп шықты. Өз қалауларыңыз бойынша мен сияқты қант ұнтағын сепсеңіздер болады. Егер де пирогтарыңыз бұдан биіктеу болған қаласаңыз, құрамын кішкене көбейтіп жасасаңыздар да болады. Маған осы қалыңдығы өте ұнайды. Енді сіздерге пирогты кесіп көрсетейін. Көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ кесіліп жатыр. Ортасы воздушный, өте әдем болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Дәл осылай шығатынына сенімдімін. Сіздермен болған Фариза. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.